Бірінші қадам mail.kz порталына кіреміз. Екінші қадам тіркелу. Кез келген латын әріптерімен сандардың жиынынан тұратын атау қойсаңыздар болады. Құпия сөз енгіземіз. Құпия сөз латын әріптерінен және сандардың тұратын 8 символдан кем болмайтын қатар. Мысалға, телефондарыңызға келген кодты жазамыз. Мына жерде бір үлкен әріп болу керек дейді. Яғни парольдің бірінші әрпін бас әріппен қояйық. Получить код подтверждениені басқанда Email уже зарегистрирован дейді. Басқа атты таңдайыңыз. Бұндай қолданушылар көп дейді бізге. 134 деп қосып қояйық. Телефон уже зарегистрирован дейді. Басқа телефонды алайық. Өзіміздің телефон болу керек. Сіздер mail.kz-ге бірінші тіркеліп тұрсаңыздар, сіздердің телефондарыңызға код келеді. Тіркелгеннен кейін өз электрондық поштаңызға кіру батырмасы арқылы кіресіз. Өздеріңіз көріп отырғандай, менің электрондық поштамда ешқандай келген хат жоқ. Егер сіздер тіркеліп, менің mail.kz поштасындағы жәшігіне хат жолдаған болсаңыздар, сіздердің хаттарыңыз кіріс хаттарының ішінде тұрады, входящийдің ішінде. Сіздердің жіберген хаттарыңыз жіберілген хаттардың ішінде тұрады. Отправлено. Менде қазір кіріс хатта, шығыс хатта 0 болып тұр. Яғни менің жіберген хаттарым жоқ, және маған келген хаттар жоқ. Хат жолдау үшін жаңа хабарлама дегенді басамыз. Новое сообщение. Кімге жазатынымызды жазамыз. Электрондық адресті толығынан жазу керек. Міндетті түрде тақырыбы болу керек. Тақырыбына өздеріңнің сыныптарыңды жазып, фамилияларын, аты жөндеріңді жазып қойсаңдар. Егер жеке файлға хат жазып, не сурет салып, мұғалімге жолдағыларыңыз келсе, онда вложить. Тіркемелеу. Салу, тіркемелеу, тіркеп салу.
батырмасын басамыз. Мой компьютерді. Компьютерде сақталған суреттеріңізді, не мәтіндеріңізді, жазған хаттарыңызды салып жіберуге болады. Сіздердің суреттеріңіз, не хаттарыңыз осылай тіркемеленіп тұрады. Ең соңында жолдау, private батырмасын басамыз. Хабар жөнелтілді деген хабарлама шықты. Мен қазір өзім хат жазып отырмын. Сонда да хат келді маған. Сіздер маған жолдасаңыздар, маған осылай келіп тұрады.